Әбіш Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» романы 4 бөлімнен тұрады. Шығарманың бастапқы атауы «Махаббат мұнарасы» деп аталған. Роман аңыздың ізімен жазылғандықтан «Аңыздың ақыры» деп өзгертілген болатын. Роман лирикалық әрі романтикалық сипатқа толы. Шығарма оқиғасы әмірші, кіші ханым және шебер сынды 3 кейіпкер арасындағы тарихи аңыз әңгімеге негізделген. Автор бұл аңызды тек баяндап қана қоймай, оған терең философиялық және психологиялық мазмұн қосып, адам жанының күрделі иірімдерін ашқан. Романның басты кейіпкері Алмасхан. Шығармада оның өмірінің соңғы айларындағы оқиғалар баяндалады. Ол өз халқын бағындырып басқаруда табысты болғанымен, өзінің философиясын халқына жеткізе алмады. Осыған байланысты жазушы кейіпкердің ішкі жан дүниесіне, ой толғанысына ерекше мән беріп былай деп суреттеген. Ол мынау тығырыққа кеп тіреліп қалды. Тұма бұлақ сылдыр-сылдыр ағып жатыр. Қашан келсеңде, мынау тылсым кеңістіктің әлде бір жерінен жапырақ қозғар леп тауып тұратын биік ағаштар басындағы судыр да сол қалпы. Бәрі де бұған ойлан дейтіндей. Хан кезекті жорығынан оралғанда кіші ханшаның құрметіне тұрғызылған биік мұнараны көреді. Бұл мұнараның ерекше салынуына жас шебердің ханшаға деген ыстық махаббаты әсер етеді. Шебер өз сезімін өнер арқылы жеткізуге тырысады. Романда мұнара шебер жігіттің махаббатының символы саналады. 3 кейіпкердің тағдырын тоғыстыратын басты элемент те осы еді. Мұнараның бейнесі романтикалық сарынның негізі болып саналады. Шебер мұнараны салуда өзінің ерекше ойын жүзеге асырады. Ол тек ұлылықты емес, адамдардың бір-біріне деген сенім мен сүйіспеншілігін оятатын өнер туындысын жасауға ұмтылады. Әмірші жойқын билігі арқылы бәрін бағындырғанымен, махаббаттың рухани күшін жеңе алмайды. Шығармада мұнара адамға тән қасиеттерге ие. Ол кейде нәзік, кейде өр мінезді болып көрінеді. Автор мұнараны кейіпкер ретінде суреттеп, оны оқиғаның негізгі символына айналдырған. Мұнара бірде күледі, бірде мұңаяды, бірде сұстанады, бірде алыстан қаққандай болса, енді бірде жалбарынады. Шығарманы мұқият оқып шықсаңыз, мұнараның мұндай мінезінің сан қырына куә боласыз. Бұл романда мұнара романтикалық бояумен бейнеленген. Оның қасиетін суреттеуде әсірелеуде басым. Мұнараға қараған жанның барлығы қайран қалады. Ол шаһардағы басқа мұнараларға атымен ұқсамайтын ерекше бір сипаты бар сиқырлы мұнара. Осы елдің мол алтынына ие болсам, бүкіл күллі әлемді билесем. Әміршім жорықтан оралғанда қандай сияпат сыйласам екен? Сәрсенбі күні таң алдында түсімде бір мұнара көріп едім. Әлде соны салдырсам ба екен? Шақырттыңыз ба, ханым? Я, қос ізден өмірінде ешкім де жоқ. Ешкім көрмеген мұнара тұрғызбақшымын. Көз арбаған көк мұнараңыз салып берем. Әміріңізге құлдық, ханым. Аман Құдайым-ау, түсімде кімді көрдім? Өрімде жапша жігіт менен нені қалайды? Алақандай екі көзім мөлдіреп. Жоқ, мен әміршіме адалмын. Менің күткенім де бір, сүйгенім де бір, ол әміршім. Мына шіріген алманың бәйбішеден әкелген себебі белгілі болды. Мына мұнараның көзін жойсын бекен. Жоқ, халқым басқаша ойлап қалады. Әлгі шебер өзін өліміне жеткен махаббатынан бастап түкте бейнеленбеген. Маған шеберді алып келіңдер. Бұл шеберге кешірімді сұратпай, кешірімді жасатпай, бұл істіктен қош жанары ағып түссін. Бұл шығарманы оқысаңыз, сізді бауырап алары сөзсіз. Кіші ханым мен шебердің арасындағы сезім әміршінің қаһарына төзе алады ма?
салынған мұнараның сиқыры неде? Осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, бұл кітапты оқуға кеңес беремін.